Сәлем достар, сендермен бірге мен МСМ. Бүгін біз өзіміздің керемет қауіпті әлем атты выживаниямызды жалғастыратын боламыз. Егер достар өткен бөлімде естеріңізге түссе, біз заброшенный шахта тауылған болатынбыз, шахтаның ішінен. Бірақ енді достар, өздеріңіз білетіндей, маған шахтаға міндетті түрде бару керек, себебі маған көптеген ресурстар жинау керек. Бірақ енді ол шахтаға бару үшін өте ұзақ уақыт керек. Сондықтан мен былай істеймін деп шештім. Мен сол шахтаға барамын. Бірақ сол шахтаға барған уақытта сол серия емес, былай үзіндіні скоростной режимге қойып қоямын, себебі 20 минут, 20 емес, бір 17 минут маған жетпейді шахтаны толық аралауға. Сондықтан сіздердің көмектеріңіз керек. Комментарияға жазып кетіңіздер, келесі серияда сол шахтаны зерттеу үшін скоростной режимге қойайын ба, қоймай ба. Егер қоятын болсам, онда өте жақсы болар еді, себебі өзім уақытты да үнемдеймін, бәрі жақсы болады. Енді достар, осы серияда не істейміз деген ойға келсеңіздер, мына үйді көріп тұрған шығарсыздар. Осы үйді біз жөндейміз. Мына 4 бұрышты үй болмайды бізге. Никак болмайды, сондықтан бір нормальный бір үй салуымыз керек. Сондықтан үй салмас бұрын мыналарды бір жалып алайын. Мына пештерді, себебі олар бізге керек болады. Бірақ мына достар, сундукты сындырмай тұрам. Егер сундукты сындыратын болсам, ішінде бүкіл зат түсіп қалады, сондықтан керек емес. Мына төсек сындырайық, есік сындырайық. Мына үйді ақырындап бұза бастаймыз. Енді достар, былай бұзып отқаным іш пыстырарлық әрине. Мен барлығын үйді бұзып тастағанша мен пауза қоя тұрамын. Яғни 1, 2, 3. Достар, енді өздеріңіз көріп отқандай мен мына үйдің айналасын сындырып біттім. Енді әзірге маған не керек десеңіздер, маған күрек керек. Мына шетіндегі мына жерлердің барлығы сындырып тастау керек. Бірақ енді мына сундукта күрек бар ма екен, көріп жүрейін. Жоқ, бұл жерде күрек жоқ. Мына жерде де күрек жоқ екен. Жарайды, күрек бізге помеха емес, жасай саламыз. Мына шеттердің былай бәрін сындырып шығуымыз керек, себебі мен үйді қатты кішкентай емес, бір нормальный бір дәу қылып салам. Сондықтан былай кішкене сындырамыз. Бұл үйді өзім былай нормальный шығады деген ойдам, себебі нормальный шығуға тиіс. Өзім кішкене ойланып несін жасақ қойдым. Қалай жетті былай планын. В общем, мынаны барлығын былай сындыру керек қой. Мына текстур пак өте база жоқ текстур пак екен енді. Текстур пак дегенде былай Fightful'дың текстур пагы, ресурс пагы. Бірақ мына инвентар барлығы, лопата барлығы күшті көрінеді екен. Өзіме қатты ұнап тұр. Так, мына жерде тағы да бірлетіп жүрейік. Кішкене қалды. Ебір қатты дәу емес бір. Кішкене сундық қоятын жерлерді жасап, сөйтіп жасасақ, барлығы базар жоқ болады. Мына бір кішкене жерді қазасалақ. Енді достар, осындай болады. Мына сундуктар не істейтінді білмей тұрған бар, ато жарайды. В общем, үйдің несіне кірісейік. Ең бірінші біз астын қалай жасақ болады. Так, астын осы дубовый доступмен жасай берейік. Амал жоқ. Осылай. Кішкене примерно менде бір 4 бөлме сондай болады. Үйім. Так. Осылай. Мынау типа бірінші бөлме, бұл жерге неше түрлі сундуктар жасап сөйтіп қоямын. Бірақ енді қарап отырсам кеш батыпты, тезірек ұйықтап алайық. Так, төсекте жатырмыз. Достар, таң атты. Біз мына үйімізді ары қарай жалғастырамыз. В общем, қай жеріне келдік деп айтсам қызық болады жүрі. Жарайды, мына жерін салайық. Так, менде главный мына блоктар бітіп қалмаса болғаны. Ато тағы да ағаштарға барып жүретін жай жоқ. Мінеки. Мынау примерно осындай бір 2 бөлме болады. Мынаны сындыра салайын. Бұл бізге керек емес. Так, сосын мына жерден былай шығып
мына жерін былай кішкене кеңейтейік. Так, кеңейткеннен соң достар, біз мына жерден былай бөліп аламыз территорияны. И осы жерге былай саламыз ғой. Так, мына керек емес шөптерді алып тастау керек. Ата құр босқа. Так, міне достар, базар жоқ болды. Мынау типа достар кіреберіс болады бізде. Мына жерге кіресің, мына жақта бөлмелер тұрады ғой. Мына жерге бір блок қойсақ, осылай. Негізі мына артық шөптерді қиып тастаған басында дұрыс болыпты. А то қазір қиналып жүретін еді. Достар, біздің үй примерно бір осындай көлемде болады, көп тұрғандарыңыздай. И мына жерге бір примерно осындай есік жасаймыз ғой. Бірақ ол үшін мына үңгірдің бетін жаба салу керек. Үңгір емес қой вообще. Какой-то бір яма. Осы үңгірдің бетін жаба салайық. А то кішкене мына жердің несін бүлдіріп тұр. Табиғат. Так, примерно бір осындайлар болады ау. Ох, блин. Бізде 9 орындық не бар. Бірақ ұдыр ғой. Сонымен мына ішін дәуетеміз. Бірақ оны дәуетпес бұрын бізге көп дубовый доски керек. Сондықтан мына жердегі артық заттардың барлығын саламыз былай. И бізге тезірек барып, сол дубовый доскиді алып келу керек. Ол үшін біз не істейтінімізді білесіздер ме? Мына тұрған ағаштарға барамыз. Бірақ енді мына ағаштар жалғызсырақ қапты. Ала салайық. Так, енді күн әлі батпайды, сондықтан ағаш теруге біздің әлі уақытымыз бар деген ойдам. Бірақ мен әзірге пауза қоямын, себебі ағаш терген өте ұзақ уақыт алады. Ал маған берілген уақыт тек қана 17 минут. Сондықтан 1, 2, 3. Достар, біз өзімізге берілген уақытты үнемдеп, өзімізге почти 1,5 стак ағаш жинап келдік. И общем осының барлығы жетеді деген ойдам, себебі кәдімгідей шаршап кеттім. Бірақ Вейнмайнердің көмегімен бұл тез арада болды. Так, енді біз қазір осы үйді салу барысында бір лайфхакты қолданамыз. Ол қандай лайфхак десеңіздер, ол былай. Мистер Анфанидің лайфхагы, яғни былай. Осылай жүріп салып жүрсек, өзіміздің тең көп уақытымызды экономить етеміз. Сондықтан былай жүріп салуға болады негізде. Ал бірақ креативте бұл 3 блоктан салынады, ал выживанияда 2-ақ блокқа ғана қолы жетеді. Сондықтан осылай дұрыс сияқты менің ойымша. Так, келесі блок уже 1 стак бітіп қалды, көріп тұрғандарыңызды. Кәдімгідей үлкен үй болады сияқты ғой. Әлі кейіннен бұл үйді өзіміз сәндейміз. Әлі алда жаңа жыл келе жатыр. Енді жаңа жылда тағы да бір жаңа модтар қосатын сияқты модтар қойсын ғой. Бірақ енді қауіпті әлем болған соң қауіпті модтар да керек бұл жерде. Так, енді мына жерлер қалды. Көріңіздер ме достар, бұл лайфхак өте тез орындалады екен базармен. Өте тез. Так, бірақ маған осыны тағы да бір блокқа көтеру керек, себебі төбесін жапқан кезде өте тиімді болады заты. Менің бойым 2 блок, егер мына жерден жабатын болсам келмей қалады олар. Тағы бір блокқа көтеру керек. Так, былай қойып шайық. Так, кішкене қиындау болып отыр әрине, бірақ шыдаймыз. Кәдімгідей блоктар тез бітіп отыр, көп тұрғандарыңыздай. Үй слишком дәу себебі.
Мен бұрынғыша төбесіне әйнек қойым ба әлде не қоятынымды білмей тұрмын. Негізі әйнек болса базар жоқ көрінетін. Түнгі жұлдыздарды санап отырасың да. Майнкрафтта қайдағы жұлдыз санап қызықсың. Так. Мінекей. Енді ортасы ғана қалды. Вообще жылдан бітіп отырмыз. Мына жерде бағана орман болған. Қазір пустой ғой. Березовый ағаштардан басқа түк жоқ. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай біз ашын былай нетіп задық. Енді маған қазір мына жерден былай қазайын ба. Мына жерді қасылақ, себебі есік керек қой бізге. Өте көп есік керек. Я ровно аспын базармен. Мынау достар бізде кіре беріс. Примерно осылай мына кіре беріс болады. Мына дәу зал болады. Мына жерден екі есікті қасыламыз. Себебі бұл жерде неше түрлі сундуктар. Мына жерге мысалы пеш сондайларды қоятын болсақ, мына жақта сундуктарды қоямыз. Сонымен уже түн бататында уақыт кеқапты. Так, мына жерде сундуктарда неше түрлі заттар тұр. Достар, мен қазір не істейді деген ойға келіп отқан шығарсыздар. Мен қазір өте бір важный нәрсені жасаймын. Ол қандай зат десеңіздер, ол ұйықтаймын. Кішкене ұйықтап алар, себебі күн батты. Мына жерде қарап отырсаңыз достар, бағында менде супермайнердің ошибкалары шығып қалды. Не екенін білмеймін, бірақ соны қайттан түзеп алдым өз басым. Так, достар, енді қазір не істейді деген ойда келіп отқан шығарсыздар. Қазір мен мына полдарды ауыстырамын мынандайға. Сондықтан осы полдарды ауыстырғанша мен пауза қоя тұрамын. Сонымен достар, мен өте бір керемет үй жасадым деген ойдамын. Енді бұны кейінірек сәндеймін, былай әйнек салып, терезе салып. Енді бұлай мынау кіреберіс болады, кішігірі таныстыру дейін. Мына жерде верстак тұр, мына жерде өзімнің броням тұр. Біраз броня жоқ, салып қойғам. Вообще мына жерде көп деген былай сундуктар тұрады. Себебі сундуктар енді менде қаттандай сундуктарды мықты сундук қылатын, алмазды сундук ондай мод жоқ. Барлығы деревянный. Сондықтан осы жерге сундукный хранилище қоям. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай осындай пеш, сондай наковальня, сортировальня бәрін қоям осы жерге. Мына жер зал. Достар, өте жақсы болды деген ойдам. Базар жоқ, үй шықты деген ой болып тұр менде. Енді қазір мына жерге тағы да көп сундуктар жасай жүрейік. Сундуктар бізге өте керек. В общем, қанша сундук керек? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Әзірше 20 сундук жетеді ойдым. Так, оның барлығын былай істейік. Былай. Так. Бізде әзірше 5 сундук. Енді оны былай қоямыз. Так, оны қалай қойсақ болады? Жарайды. Блин. Мынаны былай қалай қойсам болады? Просто сундукный полка сияқты жасау керек қой бізге ше. Жарайды, мынаны бірінші алайын былай. Так, осылай қойылам екен. Достар, өкінішке орай бұлай қойылмайды екен. Бұлайшы. Походу осылай қойылады. Так, тағы да не көп деген нелерді алайықшы. В общем, дубовый доступ, бір стакты. Бәріне сундук ұштаймыз қазір. Так, 8 сундук болады. Бұрышына бұлақ қойылыр. Мінекей. Мына жерге не екен білмеймін, мына жерге қойылмайды жота. Ну, жарайды. Біздің проблема емес. Мына жерге де сөйтіп қоюымыз керек қой демек.
бізге тағы да сундук керек. Сол үшін тағы да бір стакты алып 8 сундук ұштаймыз. Енді мені бүкіл доскасын құртатқан тупой деп ойлап тұрған шығарсыздар, бірақ енді қорықпаңыздар. Менің Вейн Манердің арқасында ала салам басқалар. Так, мынаны былай қойсақ. Опаны басыр. Қанша сундук? В общем, достар, сундук көп тұрғандарыңызды. Бірақ енді мына бір сундукты мен мына жерге қоя салайын, себебі керек болады. Мына жерден рудаларды анамналар плавить еткенде осы жерге қоямыз. Ну енді достар, әзірге маған берілген уақыт аяқталды. Сіздермен қоштасатын уақыт келген сияқты. Достар, егер осы серия сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, менің арнама жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен МСМ, қош, сау болыңыздар.